Саламатсыздар ма, оқушылар? Бүгін бізде дүниетану сабағы. Сабақтың тақырыбы дәмді әрі пайдалы. Оқу мақсаты тамақтану режимін сақтаудың қажеттілігін түсіндіру. Оқушылар, біз бұл тақырыпта дұрыс тамақтану ұғымымен танысамыз. Дұрыс тамақтанудың маңызы туралы ұғынамыз. Және де біздің еліміздегі қазақтың дәстүрлі қонақжайлығы туралы білеміз. Оқушылар, тақырыпты бастамас бұрын салауатты тамақтану дағдылары атты бейнежазбаны бірге көріп алайық. Салауатты тамақтану дағдылары. Сәлем, менің атым Руслан. Бүгін мен салауатты әдеттер жайында айтып беремін. Таңғы, түскі және кешкі асты күнделікті бір уақытта ішкен дұрыс. Негізгі астар арасында жеміс-жидек немесе аздап жаңғақ жеуге болады. Әрбір асқа кемінде 20 минут бөліңіз. Тамақты аздаған бөлшектермен жеңіз, асықпай шайнаңыз. Тамақты рахаттанып ішу үшін басқа заттарға алаңдамауға тырысыңыз. Ұялы телефонға, теледидарға немесе компьютерге. Тамақтың орнына гаджетке назар аударғанда, миыңыз нені және қанша мөлшерде жегеніңізді білмей қалады. Сондықтан, тамақты шамадан артық жегендіктен, кейіннен өзіңізді нашар сезінуіңіз мүмкін. Қаптамадағы өнімдерді сатып алғанда міндетті түрде жапсырмасын оқыңыз. Жарамдылық мерзімін қараңыз. Сақталу мерзімі өтіп кеткен өнімді ешқашан тұтынбаңыз. Жапсырманы мұқият оқыңыз. Трансмайлардың, тұз бен қанттың мөлшері көп өнімдерді алмаңыз. Оқушылар, біз бұл бейнежазбадан адам денсаулығы үшін дұрыс тамақтанудың маңызы зор екендігін көрдік. Дұрыс тамақтану ұғымы негізгі 3 қағидатты қамтиды. Біріншіден, тағам пайдалы, құнарлы болуы керек. Екіншіден, тағамды күнде уақытында ішкен дұрыс. Үшіншіден, тамақты мөлшерімен қабылдау қажет. Тамақтану арқылы адам ағзаға қажетті заттарды алады. Ал жүйелі тамақтанбау адам денсаулығына үлкен зиянын тигізеді. Оқушылар, енді оқулыққа назар аударайық. 4-ші бетін ашыңыздар. Бұнда Русланнан хат келген екен. Мен осы хатты сендерге оқып берейін, ал сендер мұқият тыңдаңдар. Хат. Менің атым Руслан. Менің үнемі ішім ауырады. Анам мұның себебі дұрыс тамақтанбаудан дейді. Маған сендердің көмектерің қажет. Русланға қалай көмектесуге болады? Оған қалай дұрыс тамақтануға болатындығын түсіндірейікші? Иә, адам пайдалы тағамдармен тамақтануы керек. Күнделікті тамаққа ет, сүт, май, сүзбе және жемістер мен көкөністерді жиі қолдану қажет. Бұл заттардың құрамында адам ағзасы үшін маңызды қоректік заттар, дәрумендер бар. Мысалы, сүт құрамындағы ақуыздар тырнақ, шаш өсімін жақсартып, сүйектердің қатайып, мықты болуына әсер етеді. Еттің, балықтың құрамында ағзаға қажетті барлық элементтер бар. Көкөністер мен жемістердің, мысалы сәбіз, орамжапырақ, қызылша, алма, алмұрт, цитрус дақылдарының құрамында да көз көруін жақсартып, теріні қалыпқа келтіретін пайдалы заттар бар. Тамақтардың денсаулыққа зиян келтіретін түрлері де бар. Оларға өздеріңіз суреттен көріп отырғандай газдалған сусындар, кетчуп, майонез, сағыз, тәтті конфеттер, шұжық, кептірілген қуырылған заттар жатады. Сондықтан мұндай тағамдарды мүмкіндігімізше пайдаланбаған дұрыс. Оқушылар, суретке қараңдаршы, қандай ұлттың өкілдерін көріп тұрсыңдар? Иә, өзбек, орыс, украин, белорус, тағы басқа Қазақстанда әртүрлі ұлт өкілдері тұрады. Біз барлығымыз татумыз.
бір-бірімізге қонаққа барамыз. Қонақтарға дәмді және пайдалы ұлттық тағамдарды ұсынамыз. Енді сен білесің бе тапсырмасына қараңыздаршы оқулықтағы. Бұл тапсырмада жаңғақтың адамға пайдасы туралы білеміз. Адамның миына жаңғақтың барлық түрі пайдалы. Жаңғақ адамның есте сақтау қабілетін жақсартады, теріні ажарландырады, бүйректегі тасты ерітеді. Енді осы жаңғақ түрлерін тағы қандай маңызы бар екендігін бейнежазбадан көрейік. Бүгін сіздердің назарларыңызға жаңғақ түрлерін ұсынып, олардың адам денсаулығына қаншалықты маңызды екенін айтамыз. Бірінші, орман жаңғағында А және Е дәрумендері бар. Теріңізді, шашыңызды, ми қызметін де жақсартады. Диетолог мамандар орман жаңғағын шикілей жеуге де кеңес береді. Екінші, жер бетіндегі ең үлкен жаңғақ кокос жаңғағы. Оның құрамында Б тобындағы дәрумендер, макро және микро элементтер көптеп кездеседі. Бұл жаңғақты тұтыну арқылы сіз иммунды жүйеңізді, көзіңізді, ас қорыту жолдарыңызды жақсартасыз, ал оның сүтін ішсеңіз, кәрілікті жеңесіз. Үшінші, пісте, фисташка. Пістеде де дәрумендер мен минералдар өте көп, бірақ күніне 15 сүйірін жесеңіз жеткілікті. Тыныс жолдары мен ас қорыту жүйесін жақсарту үшін тұтынады. Сонымен қатар, жүктіліктің бастапқы кезеңінде де жейді. Төртінші, ең тәтті жаңғақ. Ең тәтті жаңғақ деп Бразилия жаңғағын айтады. Ол ағзаға өте пайдалы. Оны өмірлік күш-қуат беретін жаңғақ деп те атайды. Дәрігер мамандар бұл жаңғақ жүрек және онкологиялық аурулардың алдын алатынын жасырмайды. Бесінші, егер сіз жүрек тамыр жүйесінің ауруларына шалдықсаңыз, онда күніне кем дегенде 50 грамм миндаль жаңғағын жеңіз. Себебі оның құрамында калий, темір, фосфор элементтері бар. Алтыншы, самырсын жаңғақтарының пайдасы туралы әлемге Авиценна деген атпен белгілі әйгілі Ибн Сина жазған. Ол өскелең ағзаға өте пайдалы, сондықтан оны көбіне кішкентай балалар жейді. Артық салмақтан арылғысы келетін адамдарға бұл жаңғақты жемеген жөн. Жетінші, грек жаңғағы. Грек жаңғағы Кавказда қасиетті ағаш деп саналады. Оның тұқымдары илік заттарға, амин қышқылы мен минералдарға бай. Оны көбіне жүйке жүйесі мен жүрегі, асқазаны ауыратын адамдардың тұтынғаны абзал. Оқушылар, енді алған білімімізді қорытындылау үшін жұмыс дәптердегі тапсырмаларды орындайық. Жұмыс дәптердің 53-ші бетіндегі 51-ші жұмыс парағы. Денің сау болсын десең. Кестеге пайдалы және зиянды тағамның нөмірін жаз. Суретте зиянды және пайдалы тағамдар берілген. Енді осыларды төмендегі кестеге орналастыру керек. Мысалы, пайдалы тағамдар кестесіне алма шырыны, балық, жаңғақ пайдалы болатын болса, зиянды заттарға газдалған сусындар, кептірілген, қақталған нан тағамдары, тағы басқалардың жататындығын суреттен қарап жазасыздар. Оқушылар, сабақтың басында Руслан бізден қалай дұрыс тамақтануға болатынын сұрап хат жазған болатын. Ал сен осы сабақтан дұрыс тамақтануды білдің. Енді сен Русланға пайдалы тағамдардың тізімін жасауға көмектесіп хат жазарсың. Ол хатты 52-ші жұмыс парағына жазарсың. Орындаған тапсырмаларыңды WhatsApp желісі арқылы мұғалімге жолдаңыздар. Ал түсінбеген сұрақтарыңыз болса, оны чатқа жазыңыздар. Осымен бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар.